Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Жер жаннаты жетісу, Талдықорған қаласынан баршаңызға жалынды сәлем. Сіздермен бірге Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте әдемі, сондай дәмді болып шығатын, пеште пісетін, керемет маринадталған тауық етін ұсынатын боламын. Міндетті түрде жасап, дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Қажетті ингредиенттердің құрамы мен мөлшерінің барлығын видеоның соңында описанияға жазып қоятын боламын. Ал қазір біз тауыққа арналған маринадты дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай ерітілген сары май, тұз, паприка және туралған балғын сарымсақ немесе кептірілген сарымсақта жарайды. Оны да салып аламыз және оның үстіне осындай кішкене ғана етіп қара бұрышты саламыз. Содан кейін осындай кәуапқа арналған дәмдеуішімізден бір шай қасығын салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің маринадымыз дайын, бірден оны пайдалана берсек болады. Тауық етін алдын ала жуып, тазалап, артық жерлерін алып тастап, құрғатып аламыз және осы маринадты бірден тауықтың үстіне жаға бастаймыз. Бұл жерде ескеретін жағдай, жаңағы сұйық майды пайдаланған кезде ыстық күйінде, қатты салқындамаған күйінде жаққандарыңыз дұрыс. Себебі тауықтың бетіне жаққан кезде тауық салқын болғандықтан майымыз қатып қалуы мүмкін. Сол себептен ыстық күйінде, жылы күйінде жаққандарыңыз дұрыс. Маринадты толығымен тауықтың әрбір жеріне жағып, оны майлап шығамыз. Әдемілеп, жаңағындай әрбір қуысына, әрбір жаңағындай етінің бөліктеріне маринадымыз өтетіндей, жақсы маринадталатындай етіп жағамыз. Сіздер бұлай маринадтамай бірден тұздың үстіне салып пісіре берсеңіздер болады. Бұл маринадтың ерекшелігі тауықтың бетінде қызғылт әдемі түстің болуына байланысты. Сол себептен осы маринадты пайдаланғанды мен өзім ұнатамын және сіздерге де кеңес беремін. Тауыққа жағылған маринадтың сұйық бөлігінен артылып қалған бөлікті, яғни сарымсақтың қалдықтарын тауықтың бетіне жақпауға тырысыңыздар. Себебі тауықтың бетіне жағатын болсаңыздар, пешке түскеннен кейін ол қарайып, күйіп кетуі мүмкін. Сол себептен жақпай қойғандарыңыз дұрыс. Тауық әдемі біркелкі болып пісу үшін бізге осындай тіс шұқығыштар қажет болады. Осы тіс шұқығыштарды алып, оның қанаттарын бірдей қылдырып, орналастырып, оны осылай шаншып шығамыз. Аяқтарында біркелкі етіп, жинап, әдемі формаға келтіріп, бірдей болып пісу үшін оғанда тіс шұқығышты қадаймыз. Тауығымыз дайын, барлық маринадты тауықтың барлық бөлігіне түгелдей жағып, біркелкі етіп қойдық. Енді осы тауық етін қызып тұрған пеште 160-180 градус аралығында қыздырып, осындай формаға салып пісіретін боламыз. Форманы міндетті түрде осындай фольгаменен жабамыз. Фольганы міндетті түрде пайдаланамыз. Осы фольганың үстіне қазір тұзды салатын боламыз. Тұзды форманың көлеміне және диаметріне байланысты салсаңыздар болады. Мен бұл жерде тұздың 4-тен 3 бөлігін ғана салдым, 1 бөлігін алып қалдым. Осы тұздың үстіне жаңағы дайындап қойған тауық етімізді орналастырып, 1 сағат немесе 1,5 сағат көлемінде пеште 160-180 градус аралығында пісіреміз. Тұзы ащы болып кетеді деп қорқып уайымдамаңыздар. Тауық өзіне керекті мөлшердегі тұзды бойына сіңдіріп, өте дәмді болып шығады. Маринадта көрсетілген паприканы пайдаланғаннан кейін біздің тауығымыз міне осындай қып-қызыл әдемі болып шығады. Егер сіздерге бұндай қызартып пісірген ұнамаса, онда паприканы қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Ал мен паприканы қосқанды ұнатамын, себебі өте әдемі, осындай қызғылт реңк береді, өте дәмді көрінеді. Иісі деген өте керемет. Видеода көріп тұрған боларсыздар, тауық өзінің майына пісіп, тұздың керекті
мөлшерін ғана бойына сіңдіріп алған. Міне осындай ағаш таяқшамен тексерген кезде тауығымыз толықтай піскені көрініп тұр. Кез келген жеріне салсақ, жаңағы таяқшамыз толығымен кіріп, өте сондай жұмсақ болып тұр. Осындай арнайы ыдысқа, табаға салып, салатный листьяларды, салат жапырақтарын салып, тауық етін орналастырып, жаңағы салынған зубочисткаларымызды барлығын алып тастаймыз. Салат жапырақтарын пайдалану міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңызша оны пайдаланбай қойсаңыздар да болады. Қонақтарға ұсынатындықтан осылай салат жапырағына салғандарыңыз өте әдемі болып көрінеді. Ал менде гарнирге осындай картоптың қалай жасалатындығы менің YouTube каналымда бар, сілтемесін осы жерге қалдырамын. Міндетті түрде көріп, сіздер де пісіріп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және өздеріңіздің әдемілік фантазияларыңызға байланысты тауықтың жан-жағына осылай пиязды да дөңгелек етіп турап қойсаңыздар болады. Міне біздің өте керемет болып шыққан тағамымыз дайын. Қонақтарға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шыққан. Тауық еті сондай нәзік, балқын болып шыққандығы соншалық, тіпті қолымызбенен түртіп қалсақ, сүйектеріміз сылынып, алынып қалып жатыр. Қазір мен сіздерге еттің қаншалықты нәзік болып шыққандығын қасықпенен көрсеткім келіп тұр. Қасықпенен түртіп қалсақ, етіміздің өзі жан-жаққа шашылып, төгіліп жатыр. Сондай нәзік, майлы, сондай ылғалды, дәмді болып шықты. Ешқандай да ашты емес, өте дәмді. Міндетті түрде жасап, дайындап көруге кеңес беремін. Кез келген отырыстың, дастарханның, жаңа жылдық дастарханның сәнін келтіретін керемет тағамдардың бірі. Сіздерге де жасап, дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Гүлім. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.